Қыркүйек айының соңғы жексенбісі машина жасаушылар күні. Аталмыш салада аянбай еңбек етіп, еліміздің экономикасының дамуына өзіндік үлестерін қосып жүрген кәсіпорын жұмысшыларын төл мерекелерімен облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтады. Салтанатты шара барысында аймақ басшысы бір топ азаматқа арнайы марапаттарын табыс етті. Машина жасау өнеркәсіптің технологиялық деңгейінің көрсеткіші. Ел экономикасының даму қарқыны да осы салаға тікелей байланысты. Қазіргі таңда өңірімізде 49 машина жасау кәсіпорны және 5 құрылымдаушы бюро бар. Бұл салада 5000-нан астам білікті маман қызмет етуде. Оларды төл мерекелерімен облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтады. Мемлекет тарапынан кәсіпорындарды тапсырыспен барынша қамтамасыз ету, отандық құрамды көбейтуге ерекше көңіл бөлінуде. Бұл салаға деген инвесторлардың да қызығушылығы артып келе жатыр. Өңіріміздің машина жасаушы кәсіпорындары да заман талабына сай өндірістерін жаңғыртып, шетелдік нарыққа шығуда. Жылдан жылға тапсырыс портфелі көбейіп келеді. Осының барлығы өз кезегінде облыс экономикасының өсуіне оң әсерін береді. Машина жасау саласының өнімі облыстың өнеркәсіп өндірісі көлемінің 20%-ын құрайды. Дегенмен Ерік Хамзалы бұл аз. Қолда бар зор мүмкіндікті пайдаланып, одан да жоғары көрсеткішке талпыну қажет деді. Салтанатты шара барысында адал еңбегі мен машина жасау саласын дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін бір топ азамат облыс әкімі Ерік Сұлтановтың атынан құрмет грамота және алғыс хаттармен марапатталды. Не просто стать машиностроителем. Машина жасаушы болу оңай емес. Бұл саланы меңгеру үшін көп оқу қажет. Білікті маман болу үшін талай жыл еңбектену керек. Менің бұл саладағы еңбек өтілім 30 жыл. Барлық әріптестерімді құттықтай келе, алдағы уақытта да өңіріміздің көркеюіне, экономиканың дамуына үлес қосып, белсенді еңбек етуді тілеймін. 2015 жылдың 8 айының қорытындысы бойынша машина жасау өнімінің көлемі 16 миллиард теңгеге артқан. Өңіріміздегі ең ірі зауыттардың бірі Зиксто өндіріс көлемін 4 есеге өсіріпті. Облыстағы басқа да кәсіпорындар сынды Трибо жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де ел экономикасын дамытуда негізгі міндеттері деп біледі. Біздің кәсіпорынымыз тежегіштер шығарады. Бұл жүк таситын вагондарға арналған тежегіштер вагондарды тоқтатады. Келісімшарт бойынша жаңа тежегіштерді Қазақстан темір жолы, Қазтеміртранс, онан да басқа деполарға тапсырамыз. Бізде 50-ге жуық адам жұмыскерлер істейді. Бұл күні ең ыстығы ықыластар шоқ гүлдер мен марапаттар да тек машина жасаушылардың құрметіне арналды. Салтанатты шара жергілікті әртістер әзірлеген мерекелік концертпен жалғасын тапты. Фариза Жазитова, Анатолий Белонок, Ақпарат.